Қайырлы күн достар, сіздермен Арайлым және де менің қарапайым асханам Арайдың асханасы. Бүгін сіздерге тек қана осы рецепттерден осындай болып шығатын керемет пловтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керегі сәбіз, пияз. Сәбіз бен пияздың көп болғаны пловты дәмдірек қылады. Одан соң сарымсақ, ет, менде сиырдың еті және де күріш. Оған қосатын дәмдеуіштер зира, пловқа арналған дәмдеуіш, миыз және де тұз. Достар, менде күріштің атауы лидер, бірақ ол маңызды емес. Сіздерге баракат және де элита секілді күріштер пловты жақсы шығарады. Ең алдымен біз барлығын алдын ала турап дайындап қоямыз. Ең бірінші сәбізімізді. Міне біз сәбіздерімізді дәл осылай қалыңырақ және де ұзынша қылып тураймыз. Міне біз сәбіздерімізді турап алдық. Дәл осылай ұзынан турап шығамыз. Енді біз пияздарымызды тураймыз. Пияздарымызды міне осылай ірі қылып турағандарымыз дұрыс. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Майды көбірек құйғандарыңыз дұрыс. Одан соң біздің еттерімізді салып аламыз. Ең бірінші етті салу керек. Минуттай қуырып аламыз. Енді біз пияздарымызды салып, сарайғанша қуырамыз. Осылай күйдіріп қуырсаңыздар да палауға ерекше дәм мен түс береді. Пиязды қуырып болғаннан соң үстіне сәбізімізді салып, 5-10 минуттай жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Енді біздің сәбіздеріміз осылай қуырған кезде солған сәбіздер сияқты болады. Сол кезде біз миызымызды, зира және де палауға арналған дәмдеуішті қосамыз. Бұл дәмдеуіштер сіздердің палауларыңызға ерекше түс пен дәмді береді. Содан соң қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суларыңызды көп құйып қоймаңыздар. Еттен шамалы ғана асырсаңыздар жеткілікті. Дәмдеуіштерімізді жақсылап араластырғаннан соң сарымсақ, яғни чесногымызды салып, бетін жауып, баяу отта 1 сағаттай пісіріп аламыз. Міне 1 сағат өтіп шықты. Біздің етіміз жұмсарды. Енді жақсылап жуылған күрішімізді саламыз. Күрішті міндетті түрде кемінде 3-4 рет жуып алыңыздар. Күрішімізді жақсылап тегістеп шығамыз. Біздің салынған сарымсағымызды, яғни чесногымызды бір ыдысқа алып аламыз. Мінекей достар, көріп отырғандарыңыздай суымыз күріштен шамалы ғана асып тұр. Дәл осылай болуы керек. Егер суды сіздер көп құйсаңыздар, біздің күріштеріміз ботқа болып піседі. Сол үшін суды асырып құймаңыздар. Осылай шамалы ғана асса жеткілікті. Бетін жауып, астын орташа отқа қойып, суымыз тартылғанша пісіреміз. Міне күрішіміз суды өзіне тартып алды. Енді біз дәл осылай орта
ортаға жинап, күріштерімізді бұқтырып пісіріп аламыз. Күрішімізді ортаға жинап, осылай тегістедік. Енді қасықтың ұшымен бірнеше тесіктер жасап шығамыз. Сол кезде біздің бұқтырған кезде күрішіміз өте жақсы піседі. Жаңағы қайнап шыққан сарымсағымызды саламыз, бетін жауып, жақсылап орап шығамыз. Орап шыққан кезде, яғни күріштеріміз бұқтырылып піседі. Өзім осылай қазанды барынша жауып тастағанды дұрыс көремін. Отымыздың астын өте жайға қойып, 1-1,5 сағат бұқтырып аламыз. Бір жарым сағатымыз өтіп шықты. Енді біздің палауымыз дайын. Қазанның бетін ашқанның өзінде иісі енді сөз жоқ, керемет болып шығады. Күріштеріміз де дәл осылай өте жақсы болып піседі. Ең алдымен ыдысымызға сарымсағымызды және де еттерімізді алып аламыз. Одан соң күріштерімізді араластырамыз. Мінеке достар, біздің палауымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл жерде ең бастысы суды көрсетілген мөлшерден көп құймай, және де күріштерімізді әдемілеп бұқтырып алсаңыздар, сіздердің де палауларыңыз дәл осылай 100% шығатынына мен сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Кадрдан тыс. Және де тұз. Болды ма? Ең алдымен біз барлығын алдын ала турап дайындап қоямыз. Давай басыңызды, айта бер. Ең алдымен біз алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Ішін түсірдің ба? Ішін түсірдің ба? Мен де түсірсей? Видеоға түсіріп атсың ба? Фотоға түсір? Все, әдеттегідей қалтай жасап қарапайым